Сәлем достар, бүгін біздің каналда алғашқы рет Let's Play Sniper Elite 3 ойынына. Бұл ойынды көптен бері ойнамай жүретінмін, сөйтіп ойлана келе Let's Play түсіруді жөн көрдім. Әрине басынан бастап. Біреулерге қызық емес болса да, біреулерге қызық болар деген оймен Let's Play түсіруді жөн көрдім. Бұл ойынның жалпы тарихы, мынау басты персонаждың оқиғасы. Әрі қарай жалғастырамыз. Заставка. Әрине алғашқы ойындар басқа ойындар сияқты обучениемен өтеді. Өткізе береміз. Мынау басты персонаж. Бұл ойынның негізгі көп тапсырмалары белгіленген жерге жетіп, белгіленген объектіні құрту, немесе жою, немесе өлтіру. Әрине новичок болмағаннан кейін оңай өлтіреміз. Бірақ басында бізге де бұл қиын болған. Өткізе берейік. Әрі қарай жүгірейік. Тұр шеше. Кеттік. Жет. Тұрың шеше, соғысын шешіне отыр олдың. Тұр. Так, цель қайда? Ана цель. О, кетті. Әрине, что-то басқа жақтан ұшты ғой. Повтор. Видеодан повтор көре салыңыздар өздеріңіз. Бірақ бұл жерде баг бар екені белгілі. Яғни қандай да бір ойынның қателігі. Өткізе береміз. Ендігі басты целіміз мына КамАЗ жару. Бұл КамАЗдың ең жанды жерлері. Міне мына екі қызылмен белгіленген жер. Осы жерлерге атсаңыз КамАЗ тез жарылады. Иіні бассақ, бізге прицелді өздері ақ жөндеп береді. Мінекей дәл дейді. Қазір қайтадан заставка көреміз. Заставка яғни КамАЗдың жарылуы және әрі қарай жүгіреміз. У немцев минометы не Бельвертера. Мне нужно с ними разобраться. Я пригнусь, и меня не услышат. Көптеген подсказкалары болады. Яғни бұл жаңадан бастаушыларға арналған. Білдіртпей барып бүйтіп мыңқ еткіземіз. Мыңқ еткізгеннен кейін әрі қарай жүреміз. Бастысы сарына толтырмау керек.
айттым саған темекі шеге берме деп жүрсің ғой шөтеліп. Көп темекі шекпеу керек негізі. Бұның да артынан барып мыңқ еткіземіз. Аналар да мыңқ еткізсек бізді байқап қояды, сол үшін шум кезінде атамыз. Так, алтыншы оқ. Бітті. Бітті. Бізді біреу байқады. Оғымызды, яғни атқан оғымызды естіп қойды. Келсе мына жақтан келеді. Болды, бәрі таза дейді. Так, әрі қарай жүреміз. Оның да артынан мыңқ еткіземіз де дальше кете береміз. Негізі әлемде мен тупой ма десем, менен де тупойлар бар екен. Әрине ойында. Бұның қасына барсақ, ол бізді байқап қояды. Так, мынау шум. Шум мынандай генераторлардан, пулемоттардан, аппараттардан және найзағай кезінде бізді ешкім естімейді. Байқап қойды. Тигіз алмадым және шум біткен кезде аттым. Ең басты қателік осы. Әрі қарай жүре береміз. Ар жақта да көріп қоятын адамдар бар екен. В общем, бізге хана. Так. Көрді, біреу бізді байқады. Гранатамыз жар жіберуден басқа амал жоқ. Қашып кетеміз, қашып. Қаяқта? Қалай мен сені көрмей қалдым? Так, что-то байқамай қалдым мен оны. Екінші попытка. Бұл жол бәрі дұрыс болады деген ойдамыз. Жүгірші. Не қойды? Жар жібереміз. Кетті. Мықты тағы біреу бар. Мана бізді өлтірген адам ол сияқты. Мана көрмей қалдым, бұл жол көрейін деген ойдам. Қайықта үшіншісі. В общем, жол қашып кеткен. Әрі қарай жүреміз. Төртоқ болса да бірдеме істеуге болады негізі. Тұрай. Әрі қарай. Что-то қалай болмайды ол негізі. Жақсы үндемей ойнайық. Так. Кетті.
Бастысы кетіп қалса болды. Көтеріп алып мына жаққа тастаймыз. Так, манағы айтқанымыз бұл жеш тез сал жеш. Мен бұларды командир болғанда бұндай әскерлерді өзіме алмас едім. Қай жеріне дейді? Өкінішке орай көре алмадым. Кетіп қалу керек. Мені ең тыныш снайпер деп айтуға келмейді әрине. Бірақ әйтеуір қарсыластарымды өлтіруге бармын. Так. Мұнда 3 фраг бар екен. Так, бұлардан қалай ұтыламыз? Мына жердегі екеуін жарып жіберсем. Дәл жібереміз. Қырағы жандар екен. Болмайды. Мен түсінбедім. Қалай жүреміз енді. Біреуге тұран жақта біреу жүр. Так, міне бауыздауға шанс бар. Так, анаң артынан барамыз. Білдіртпей. Ар жақта тағы бір бар. Келе жатыр. Тығылатын жер керек. Амал жоқ, атсамыз. 3-ші попытка, достар. Базар жоқ. Мені бұндай түріммен әскерге алмайтын шығар. Тағы бір сынап көреміз. Так, бұны қалай құртамыз? Мынаны құртуға шанс бар. Көрді. Қаштық, қайқа қашамыз енді. Бомба лақтырамыз. Біреу кетті. Ана да бомба лақтырып құрт жүрді. Өзімізге де жылдам. Қаш. Болды.
бізге жол ашып берді. Кеттік. Секір. Өпті. Найс. Міне осымен бір іс жазып бітті. Бұл подкрепление деп ойлаймын, жалпы бұны түсінбедім. Егер де Let's Play ұнаса, лайк басыңыздар. Каналға және ВКонтакте группамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер де Let's Play туралы ойларыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар. Егер де екінші части көргілері келген ұлдар болса, комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған FT Fury Кликбас каналынан аман, сау болыңыздар.